жалқаулық ер жігіттің жауы. Кесір мен кежір ер жігіттің жауы. Ұйқышылдық ер жігіттің жауы. Бұл Төле би атамыз айтқан. Қазақтың жігіттері мықты болу керек. Ең бірінші тәрбиелі болу керек. Екінші білімді болу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы. Үшінші күш қуаты бойында болу керек. Тәрбие деген нәрсе санау тал бесіктен басталған. Ата-ананың ақысы, ата-ананың құрметі. Анаңды сыйлайсың, анашым, қызметіндеміз. Анашым, амансыз ба, дәрі керек па, анашым. Мінекей, ананың батасын алу. Тух, анашым, қойыңызшы, осы сізді айта береді екенсіз десеңіз, ешқашан жолыңыз болмайды. Өмірдегі екі адам бар сізді құрметтейтін, сізді ең жақсы көретін, ол сенің әкең, ол сенің анаң. Ал егер кім-кім ата-анасын құрметтемесе, ол жақсы жігіт болмайды, жақсы басшы болмайды, еліне қызмет ететін азамат болмайды ешқашан. Ата-анасын құрметтемеген адамнан жақсы ел басқаратын адам шықпайды. Неге? Ата-анасына мейірім жоқ адам халқына жанашыр болмайды ешқашан. Ата-анасын сыйламаған бала ертең бала-шағасына дұрыс тәрбие бермейді. Ал бала-шағасына мейірімсіз әке ол ешқашан ел басқара алмайды. Адам болып өмірге келгеннен кейін сен тек қана жақсылық істе. Жақсылықтың сыйы жәннат, жақсылықтың сыйы жақсылық, жігіттер. Сол кезде ғана біз ел боламыз.